Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен пеште пісетін сочный, дәмді тауық аяқтарын рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны қарамас бұрын YouTube арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдымен тауық аяқтарын жақсылап жуып кептіріп аламыз. Содан соң үстіне тұз, бұрыш дәмдеуіштерін сеуіп, кейін майонез бен томатный пастамызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Әбден толығымен араластырып, 20 минутқа маринадқа қалдырамыз. Неге маринадталып болған тауық аяқтарын противенімізге орналастырып, қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минутқа дайын болғанша пісіреміз. Ал мен енді оны пешке орналастырмас бұрын үстіне кунжут сеуіп шығамын. Бұл әдемілік үшін, енді ол өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Сіздер гарнирге кез келген тағам түрін дайындасаңыздар болады. Бүгін менде картофельный пюре. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай, тауық аяқтары сочный болып, қызарып, күшті болып пісіп шыққан. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.